Армысыздар, қадірменді отандастар. Мен инженер, кәсіпкер, әрі ұлт жанашыры Азат Қонысбек сіздермен ой бөліссем деп едім. Биылғы 2026 жыл саяси оқиғаларға толы болды. Жылдамдатып референдум өткіздік, жылдамдатып жаңа конституцияны қабылдадық. 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне енді. Жаңа конституция бойынша Қазақстан парламенті бұдан былай бір палаталы болады. Оның аты құрылтай. Ең өкініштісі мен үшін парламентке бір мандатты округтен ешқандай үміткер өте алмайды. Парламентке тек қана партия тізімі бойынша өтеді. Құрылтайға үміткер ретінде 7 партия тіркеліпті. Ол туралы айтпай-ақ қояйын, оны өздеріңіз де білесіздер. Менің көзіме түскен бір партия, жалпы ұлттық социал-демократиялық партия, халық арасында ОСДП. Осыдан бір 20 күн бұрын қазақ журналистінің бірі ОСДП басшысы Асхат Рахымжановқа қазақ тілінде сұрақ қояды. Сол уақытта Асекеңнің көзі шарасынан шығып кетеді. Не дерін білмей, енді мен бұдан бұлай қазақ үйренем дейді. Сонда осыған дейін қазақ үйренуге ақыл жетпеген бе? Өткен парламентте қалай жұмыс істеген? Өткен парламентке қалай өткен? Енді осыдан кейін түсінікті болады. ОСДП партиясын өткен жолғы парламентке өткізген, сүйреп өткізгендегі болады Айдар Байдәулетұлы Әлібаев. Айдар Әлібаев танымал тұлға, белгілі экономист, инженер, саясаткер. ОСДП өткен кезде біз қуанып қалып едік. Енді Айдар секілді адамдар парламентті жөнге келтіріп, қабылданатын заңдарды қатаң қадағалап отырады деп. Өкінішке орай, ОСДП партиясы парламентке өткеннен кейін тізімін жасақтаған кезде Айдар Әлібаевты сызып тастапты. Ол да артынан түсінікті болды. Билік үшін Айдар секілді тәуелсіз, білгір, білікті, білімді тұлға керегі жоқ. Енді арғарай өздеріңіз шешім қабылдай беріңіздер. Биылғы жылғы сайлауға міндетті түрде барыңыздар, өздеріңіздің ойыңызға келген партияға дауыс беріңіздер. Мен өзім туралы айта кетейін. Барлық партияға, соның ішінде ең алдымен ОСДП партиясына қарсы дауыс беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет.